Менмін Қожанасыр, менмін Қожанасыр. Айттым балаға сыр, айттым балаға сыр. Күнде саламасыр, күнде саламасыр. Желіп жаңа ғана, жеттік қалаға да. Қандай ғажап өзі, үйлер жаңа-жаңа. Жүрмін ғаламторда, телефоным қолда. Мықтыларды талай, қалдырамын жолда. Жер жарады атым, елге мәлім затым. Ұшып барам лезде, жұлдыздарға жақын. Серігім көк есегім, аттан кем емес едің. Достың да төреседің, өзіңмен кеңесемін. Көк есегім жорға, қалдырмайды жолда. Жет алмайды оған, Жигули мен Волга. Мінген көк тұлпарым, жүйрік бек тұлпарым. Бастым көк тұлпармен, белін көк қалқаным. Менмін Қожанасыр, менмін Қожанасыр. Күнде саламасыр, күнде саламасыр. Шәлем бердік Қожеке. Ақыншымақ мақтау шегіш, ор көңілде журналист Ашқат Шейхімбай мен боламын. 8-ші арнаның 2 сұрақ 1 шилік бағдарламашы. Қош келіп қапсың, Асеке. 2-ақ сұрақ қоямын. Сол екеуіне жауап берсең, үлкен шилігім бар. Ал қателесер болсаң, ренжіме. Үлкен сыйлыққа? Жарайды, жылдам сұрай ғой. 1-ші сұрақ. 4 аяға, 1 құйрығы бар жануар. Жоңышқа жейді, жем жейді, түнде ұйықтайды. Бұл қай жануар? Жануар, 4 аяғы, 1 құйрығы дейсің бе? Қазір. Жем шөп жеп түнде ұйықтай ма? Бұл өте қиын сұрақ қоя. Қазір. Мұна есегімнен сұрасам бола ма? Ешек! Дұрыс таптың, жауабың 100%-ға дұрыс. Сен өте ақылды екенсің. Енді 2-ші сұрақ. Мұқият тыңдап ал. Ең пайдалы көлік түрі қандай? Машина ма? Әлде ешек пе? Машинадан гөрі есек пайдалырақ. Мұна ешек машинадан да жақсы ма? Әрине, ешек деген жақсы ғой. Жақсы дегенім ғой. Есектің жолда бұзылғанын көріппің? Доңғалағы жарылып па? Дәл солай. Қазір. Есектің артынан түтін шығып, ауаны ластаушы ма еді? Рас, дұрыс айтасың. 2 есек қарсы келіп, соғысып қалған көріп пе едің? Ендеше есек деген ең жақсы көлік. Қазіргі машинадан артық. Мен бұрын ешектен гөрі машина жақсы деп ойлап жүргем. Бірақ мен қазір ешектің машинадан артық екенін білдім. Сол себепті сен шилыққа лайық болдың. Бірақ та шилықты ауыстырамыз. Шу жаңа машинаның орнына жаңа құйрығы бар ешек шилаймыз. Шынында да ешек машинадан да жақсы. Құттықтаймын. Сен үшін қуаныштымын. Қожеке, ешегіңіз құтты болсын. Тағы бір ешек пе? Өзіме де сол керек. Жаңа Қожанасыр. Ассаламуалейкум, сұрақ жауап сайсын асыға күтіп отыратын менің сүйкімді де кішкентай достарым. Қош келдік. Бүгінгі сұрағымыз есек жайлы. Ия, ең ақылды жануар. Қанеке, хумма, өзің жауап бер. Жауап беретіме күмәнің болмасын. Есек дегеніміз тез үйренгіш жылқы текті жануар. Оның құнын шаруалар жақсы біледі. Ол зерек, сақ, үйірсек, төзімді жануар. Рахмет, Қожеке. Сұрақ мынадай. Есектің дауысы қалай деп аталады? Аңырау, кісінеу, ырылдау. Білсең айтсаңшы. Сұрақты тағы бір қайталаймын.
Есектің дауысы қалай деп аталады? Аңырау, кісінеу, ырылдау. Білемін. Әрине ол ақыру деп аталады. Балалар, егер шешімін білсеңдер, дұрыс жауабын алдарында көрініп тұрған электронды қоржынымызға жазып жіберіңдер. Сендерге сыйлық береміз. Менмін қожанасыр, айттым балаға сыр, күнде саламасыр, күнде саламасыр. Желіп жаңа ғана, жеттік қалаға да, қандай ғажап өзі, үйлер жаңа-жаңа. Жүрмін ғаламторда, телефоным қолда, мықтыларды талай қалдырамын жолда.